Бүгін Алматыда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағалұлының қатысуымен мүфтияттың төл телеарнасы іске қосылды. Халық арна деп аталған жаңа арнаның ашылуына Марат Тоқашбаев, Сайын Молдағалиұлы, Асылы Осман, Асылбек Боранбаев сынды ел ағалары мен өнер майталмандары қатысты. Осылайша жаңа телеарнаның бүгін тұсауы кесілді. Біздің биыл мінекей Қазақстан мұсылмандар діни басқармамызға 30 жыл толды. Тәуба, Аллаға шүкір, әуелі Алла, екінші осы тәуелсіздігіміздің арқасында, егемендігіміздің арқасында осындай жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Аллаға шексіз мақтау айтамын. Иншалла енді осы телеарнаның Алла жұмысына хайыр жақсылығын беріп, елімізге бір ата-ананы сыйлайтынды, баланы дұрыс тәрбие беруді, қоғамның ынтымағын, бірлігін насихаттайтын керемет бір қасиетті арнаға айналуын Алла нәсіп етсін деймін. Сонымен қатар таныстырылым шарасында бас мүфти арнаның директоры Нұржан Дарқұловты көпшілікке таныстырды. Айта кетейік, арнаны Отау ТВ мен IDTV кабельдік желілеріне көре аласыздар. Қазіргі таңда арнаға қажетті контентті жинақтау жұмыстары аяқталды. Діни бағыттағы бағдарламалар, сұхбаттар, сюжеттер мен бейнероликтердің басым бөлігі діни басқарманың бас кеңсесінде түсіріледі. Арнаның мақсаты дәстүрлі исламды кеңінен насихаттау. Бүгінгі шараға келген қонақтарда жаңа арнаға табыс тілеп жатты. Иншалла, осы үлкен жұмыста, үлкен, былайша айтқан кезде қазіргі мынау виртуальный соғыс дейді ғой, осы соғыста жеңіске жетуге Алла бізді нәсіп етсін. Сіздердің баршаларыңызға, қадамдарыңызға құтты береке қадам тілеймін. Бүкіл Қазақстанның жұртшылығын, күллі намазхандарды, қазақ халқын осындай қуанышты күніменен, осындай шаттықты мерекесімен өзінің телеарнасының ашылуымен шын пейілден құттықтаймын. Алла тағала осы арнаның иеліктерін көруге нәсіп етсін. Халық арнасы халыққа және иманымызға, біздің дінімізге, асыл дініміз исламға лайықты қызмет етсін.